Айыпталушы тараптың адвокаттарының сұрауын қайтадан сұраққа шақырылуын, енді оны мысалы прокуратура өкілі оған бір қарсылық білдірген жоқ, жауап алды. Қалай ойлайсыз? Осы туралы өзіңіздің сұрағыңыз. Мүлдем дұрыс емес. Біз бірнеше рет бұрынғы сот процестері барысында тыңдауларда біз бірнеше рет өтініш білдіргенбіз, яғни депонирование, яғни сотпен бекітілген жауаптарын, жәбірленушілердің жауаптарын қайталамай, оларды тек қана оқып шығып сот отырысында, яғни оларды шақырмай-ақ, олай болады, онда қылмыстық іс жүргізу кодексінде онда мүмкіндік бар. 366 бап, 372 бап, міне онда мүмкіндік бар. Негізі депонирование дегеніміз тергеу барысында жәбірленушілердің әсіресе қатты азап көрген, мысалы жыныстық қылмыстар бойынша, ұйымдасқан топ жасаған қылмыстар бойынша әсіресе қауіп бар жағдайда жәбірленушілер бөлек тергеу кезінде өздерінің жауаптарын, істің мән-жайын бәрін сот алдында сотпен бекітеді. Оларды қайта-қайта шақырмау үшін, ретравматизация, яғни қайта-қайта есіне түсірмеу үшін оларды көп шақырмайды. Міне бүгін, яғни оның ретравматизация үшін, яғни оны өз сөзінен тайдыру үшін, менің ойымша. Ал жәбірленушілерге олар өтірік айтпайды, олар тек қана не болғанын айтады. Есінде не қалды, соның бәрін олар ашық айтып отыр. Ешкім олардың ешқайсысы да өтірік айтып тұрған жоқ. Бәрі де шындықты айтып отыр. Азаптау болды. Міне 44 адам азаптау болды деп айтты бұл істе. Енді одан артық не керек? Депонировадан өтті, сотпен бекітілді оның сөздері. Енді қайта-қайта шақыру, оның психологиялық жағдайына зиян келтіру, менің ойымша. Әрине ол оның құқықтарын бұзады.